Баршаңызға сәлем. Сіздерге қалампырдың емдік қасиеті туралы айтпақпын. Әрбір үйдің асханасынан табылатын дәмдеуіш әрі хош иісімен емдік қасиеті мол қалампырдың қасиеті өте жоғары. Ертеден-ақ денсаулығымызға шипа болатын қалампырдың тұнба, қайнатпа ретінде қолданылады. Әсіресе ер азаматтар үшін пайдалы болмақ. Бұл видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып кетіңіз. Ер азаматтар үшін өте жақсы көмектеседі. 2-3 хош иісті қалампырымыз еркектердің негізгі жыныстық гормоны болып табылатын тестостеронды мөлшерін көбейтуге көмектеседі. Темекі шегетін еркектер үшін қалампырды шайнау бұл жаман әдеттен бас тартуға көмектеседі. Бұл сонымен бірге бұлшықеттің тонусын көтеруге және салмақ жинауға, осылайша ерлердің денсаулығын сақтауға көп көмектеседі. Сонымен қатар асқазан ішектегі бактерияларды жояды. Қалампырды бактериялар жақтырмайды. Қатерлі ісік жасушалары мен олардың таралуын баяулатып, аурудың алдын алады. Қалампырда болатын дәрумендер жүйке жүйеңіздің жұмысын қалпына келтіріп, қан айналымын жақсартады. Құрамында көптеген дәрумендер мен минералдар бар. Қалампыр А, С, Е, К, Р, В1, В2, В3, В4, В6, В9 тобын дәрумендері сонымен қатар калий, кальций, марганец, мыс, күкірт, мырыш, натрий, магний, фосфор және темір элементтерінің қайнар көзі болып табылады. Күнделікті шайыңызға 4-5 қалампырды салып ішсеңіз, оның ішіндегі қалампыр түйіршіктерін сорып отырып ішкен пайдалы болмақ. Қалампыр ас қорытуды жақсартады. Ауыз қуысыңызды тазартып, иіс шығармайды, микробтармен күреседі. Қалампыр асқазан жарасындағы қорғаныс жасайтынын анықталған. Қалампырды демдеу тәсілі: 1 шай қасық шайыңызды салып, үстінен қайнап тұрған суыңызды құйып, 6-7 дана қалампыр салып, лимоныңызды қабығын осылайша аршып салып ішіңіз. Қалампыр ең танымал ағаштардың бірі. Биіктігі 10-20 метрге жетеді. Оның сымбаттылығымен ерекшеленеді. Қалампырды косметологияда, тамақ дайындауда және емдік қасиетте, емдік мақсатта белсенді қолданылады. Ерекше жемістер өткір дәмімен, хош иісімен танымал. Қалампырдың бір түйірінде көптеген пайдалы заттар бар. Халық емінде тұнба, қайнатпа ретінде қолданылады. 1 қасық қалампырды 1 литр қайнаған суға салып, тұндырып қоясыз. Шамамен жарты сағат өткен соң тұнбаны сүзіп алып, ем ретінде қолданасыз. 1 шай қасық қалампыр 1 литр суға салып, отқа қоясыз. Қайнауға жеткенде отын бәсеңдетіп 5 минуттай қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң қайнатпаны сүзіп алып, шыны ыдысқа құю керек. Қандай дерттерге дауа болады? Ауыз қуысы ауруларын емдеуге қабілетті. Нақтырақ айтқанда, ауыз ойылғанда, кариес түскенде, ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда қалампырдың көмегіне жүгініңіз. Ем үшін 1 тал қалампырды аузыңызға салып, 15 минуттай шайнасаңыз, емді 1-2 рет қайталаған соң-ақ оң нәтиже береді. Тамаққа тәбетіңіз тартпаған кезде 1-2 дана қалампырды шайнасаңыз, тәбетіңіз артады. Емді тамақтанудан жарты сағат бұрын жүргізіңіз. Қан қысымыңыз түсіп кетсе, аузыңызға дереу қалампырды салыңыз. 1-2 дана қалампырмен 10 минуттың ішінде қан қысымыңыз қалпына келтіресіз.
Тамағыңыз ауырып бастағанда, ангина кезінде бадамша без қабынғанда қалампыр тұнбасының көмегіне жүгініңіз. Күніне 2 рет тамағыңызды шайсаңыз, ауруыңыздан тез-ақ жазыласыз. Қалампыр майы денедегі жарақат пен іріңді бөртпенің ізін де қалдырмай жазалады. Ал майды дайындау үшін 100 мг зәйтүн майы мен 100 г дәмдеуішті араластырасыз. Оны орташа отта қойып, қайнауға дейін жеткізіңіз. Дайын болған майды сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз. Емдік майды мейлінше тоңазытқышта сақтаған дұрыс. Буын ауруында да қалампыр майымен емдеуге болады. Алдымен майды қыздырып аласыз, сосын ауырған жеріңізге сіңдіріп отырып жағасыз. Жылы орап 5-10 минуттай тынығып жата тұрыңыз. Ал сыздауық шығып жаныңызға батса, онда теріңізде қалампыр тұнбасымен сүртіңіз. Бұл дәріханадағы қымбат дәрілеріңізден де әлде қайда пайдалы әрі тез нәтиже береді. Қант диабетімен ауыратындарға қалампыр тұнбасын ішуге кеңес береміз. Бұл да өз кезегінде дертіңізге дауа болып, саулығыңызды сақтайды. Қалампырдың құрттан да құтқаратын қасиеті бар. Ол үшін күн сайын шым-шым қалампырды ішке қабылдайсыз. Осылайша қалампыр алуан түрлі дертіңізге шипа болады. Қартайған ата-әжелерге де пайдалы. Қазіргі уақытта жүрек қан тамырымен аурулары адамның басты жауы болып кетті. Атеросклероз сынды аурулардың алдын алады. Егде жастағы адамдар қалампырды есте сақтау қабілетінің төмендеуіне, инсульт алдында, инсульттан кейінгі жағдайлар бар адамдарға пайдалы болмақ. Ауырмаңыздар, ем болсын. Бұл кеңестерімізді пайдаланбастан бұрын дәрігеріңізбен кеңесіп алыңыз.